Егер Дәуіт деген жәндік болсаң, жұбайыңды жеп қою қалыпты болар еді. Ал балборсық болсаң, басқа жануарларға ештен қоймас едің. Саған бәрібір. Егізі бар панда біреуін тастап, екіншісіне ғана қарайды. Ал адам баласы солай істесе, мұны дұрыс емес, әділетсіз, бұрыс дейміз. Неге олай екен? Адамдар әділдікті неге соншама бағалайды? Бұл сұраққа киелі кітапта керемет жауап берілген. Бірінші бетінде жаратылыс ішіндегі тек адам ғана Құдайдың бейнесі деп аталған. Ол Құдайдың жақсы мен жаман жөнінде айтқанына сай дүниені басқаратын өкілі. Адамның сондай екені киелі кітаптағы әділдік жайлы жазылғанның негізі. Барлық адамдар Құдай алдында тең. Сондықтан оларға құрметпен әрі әділдікпен қарағанымыз жөн. Бәрі солай істесе жақсы болар еді. Бірақ бұл дүниеде солай емес қой. Киелі кітап мұны да бейнелейді. Ол біздің басқалардың есебінен үнемі жақсы мен жаманды өз пайдамызға қарай өзгертетінімізді көрсетеді. Өз мүддемізді қорғаймыз. Біреу неғұрлым әлсіз болса, оған күш көрсету соғұрлым оңай. Мұның болып жатқаны киелі кітапта суреттелген. Әсіресе әлсіздерге көрсетілетін әділетсіздік жеке адамдар, отбасылар мен тұтас қоғамдарда кең жайылған. Ал оқиға осымен бітпейді. Құдай отбасының жаңа түрін бастау үшін Ыбырайым деген адамды таңдап алды. Ыбырайым әділет пен әділдікті орындау арқылы отбасына жаратқанға мойынсынуды үйретуге тиіс болды. Әділетті болу деген ұғымды аз қолданам. Ол жақсы болу дегенді білдіретін сияқты. Бірақ жақсы болу дегеннің өзі не екен? Әділет дегенді білдіретін еврей сөзі цедака. Оның нақты мәні мынадай: адамдар арасындағы дұрыс қатынастарға қатысты этикалық стандарт. Яғни басқаларға Құдайдың бейнесі ретінде қарау. Оларға лайық, Құдай сыйлаған құрметпен. Ал әділдік еврейше мишпат сөзінің аудармасы. Ол жазалауды білдіре алады. Мысалы, бірдеңе ұрласам, соның жазасын тартам. Дәл солай. Ал киелі кітапта мишпат сөзі көбіне түзету мағынасында қолданылған. Сонымен қатар ол зардап шеккен адамдарға көңіл аударып, көмектесуді де білдіреді. Бұл мейірімділік деп те аталады. Бірақ мишпат бұл ғана емес. Ол әлсіздің мүддесін қорғап, әділетсіздікті болдырмау үшін қоғам құрылымдарын өзгертуді де қамтиды. Демек, әділет пен әділдік өз мүддесін көздемей өмір сүруді білдіреді. Иә, осы ойды киелі кітаптың көп жерінен таба аласың. Мысалы, нақыл сөздердегі әділ үкім шығаршы деген нені білдіреді? Өзі үшін үндей алмайтындардың сөзін сөйле. Сол сөздерді Еремия сияқты пайғамбарлар қалай түсінген? Жәбірленгенді қысым көрсетушінен құтқарыңдар. Жат жұрттыққа, жетім жесірге жәбір көрсетпеңдер. Забур жырларында да міне. Жаратқан ие қаналғандарды әділдікке жеткізеді. Ашығып жүргендерге тамақ береді. Тұтқындарды босатады, ал зұлымдардың ниетін талқандайды. Ол зұлымдардың ниетін талқандай ма? Иә, зұлым сөзінің еврейшесі раша. Оның мағынасы кінәлі, әділетсіз. Ол басқаны жәбірлеп, оның Құдайдың бейнесі ретіндегі құрметіне мән бермейтінді білдіреді. Демек, Құдай әділет пен әділдікке көп мән береді ғой. Иә, Ыбырайымның ұрпақтары, Исраильдіктер осылай болуға тиіс еді. Олар Мысырда құлдыққа түсіп, әділетсіз озбырлыққа ұшырады. Содан Құдай Мысырды кінәсі үшін раша, әділетсіздік жасаушы деп атады. Сосын ол Исраильді құтқарды. Ал көне келісімде мына өкінішті оқиға орын алды. Құлдықтан азат етілген бұл халық әлсіздерге қарсы дәл сондай әділетсіздік жасай берді. Сонда Құдай пайғамбарларын жіберді. Олар Исраильдің айыбын бетіне басты. Бірақ тек олар ғана әділетсіз болған жоқ. Әділетсіздік әр жерде бар. Иә, кейбіреулер әдейі әділетсіздік істейді. Ал басқалардың көбі әділетсіз қоғамдық жүйеден пайда көріп, бұл солай болуға тиіс деп ойлайды. Бір өкініштісі, тарихта жәбір шеккендердің қолына билік тигенде, олар жиі жәбірлеушіге айналған. Демек, бәріміз әдейі не ырықсыз түрде тіпті білмей әділетсіздікке қатысамыз. Бәрімізде кінәлі екенбіз ғой. Ал киелі кітаптағы ғажап хабар мынау. Адамзаттың әділетсіздігіне Құдай жауап беріп бізге Исаның өмірін сыйлады. Иса әділдікті жүзеге асырса да, кінәлілер үшін өмірін қиды. Бірақ Иса өлімнен қайта тірілгенде, Құдай оны әділ деп жариялады. Иса өз өмірін кінәлілер үшін ұсынды. Олар өз істері арқылы емес, Исаның олар үшін істеген ұлы ісі арқылы Құдай алдында ақтала алады. Исаның алғашқы шәкірттері Құдайдан осы әділдікті қабылдағанда, ол өмірлерін өзгертіп, оларға ғажап жаңа істер жасататын құдірет болып шықты. Дұрыс. Құдай соған лайықсыз біреуді ақтаған соң,
сол адамның басқалардың ақталу үшін ұмтылуы ғана ақылға қонымды болады. Бұндай өмір салты кәдімгідей оңай да ыңғайлы бола бермейді. Енді қорықпай басқаның қиындықтарын өзіңдікіндей түсінесің. Иса мұны кездескен адамыңды өзіңдей сүй деп өсиет еткен. Ежелде Миха пайғамбар мұндай өмірді мынадай сөздермен сипаттаған. Жаратқан ие сенен мынаны талап етеді: әділ істер істеп, мейірімділікті ұнатып, Құдайыңмен кішіпейіл жүруің керек.